Армысыздар, қымбатты көрермендер. Қазақтың ұлы тарихшысы Ермұхан Бекмаханов сотталар алдында менің сыншыларым абсурдқа дейін жетті. Олар қазақтың тарихында мемлекеттіліктің болмағанын дәлелдеуге дайын. Олардың түсінігі бойынша ұлан байтақ жерді жайлап, экономикасы мен мәдениетін бірлігі байлаған қазақ халқы мемлекеттен тыс аморфты тобыр сияқты өмір сүрген дейді. Қазақ мемлекеттілігін Ермұхандай қорғаған тарихшы жоқ шығар. Ендеше біз бүгін осы жолды қалай жалғастырамыз деп талап қылып, ғылыми жиынның жасаған нәтижелерін талқыға салайық, көрерменге жеткізейік. Қазақ жұртының қалыптасуы. Қазақтың ел болғаны, жұрт болған сұлғындардан басталады. Қазақ дәстүрінің пайда болуы. Осы қазақ жерінде жазылған деректердің барлығы бізде мықты мемлекетшілік дәстүрлердің болғандай деп біледі. Еуразия кеңістігіндегі жалпы ұлы дала дәстүрі сақ дәуірінен бастау алады. Сан ғасырлар бойы қазақ халқының дала дәстүрін сақтауы мен мәдениетінің дамуына от ауызды, орақ тілді билердің белсенді ықпал еткені тарихтан белгілі. Қазақ даласының дәстүрлері қазақ халқының рухани мұрасының бай қазынасы. Ғасырлық шежіреде шабытты поэзия мен шешендік сөздер, жалынды күй әндері мен көркемдік те, мәдени де бағалыққа ие болғанда. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген қазақ халқы үшін ар-ождан қашанда қымбат. Көшпелі қазақтардың дала дәстүрі, мәдениеті, әдет-ғұрып нормалары ұлттық болмыстың туындысы болса керек. Біздің жеріміздің ерекшелігі бұл сан түрлі мәдениеттердің тоғысқан торабы және ары-бері жүрген жолы болып есептеледі. Сондықтан да біздің жерімізде белгілі бір мәдениет қалыптасып, немесе мемлекет болып, сол күйінде дамып, ары қарай үлкейіп кеткен жоқ. Бұл әртүрлі мемлекеттердің болуының арқасында қазақ хандығы қалыптасты. Яғни мемлекеттіліктің алғы шарты қайнары сонау біздің дәуірімізге дейінгі 5-4 ғасырларда қалыптасып үлгерді деп айтуға болады. Халықаралық түрк академиясының ұйытқы болуымен Еуразия кеңістігіндегі мемлекеттілік дәстүрдің сабақтастық атты жиынға Қазақстан, Қырғызстан, Мажарстан, Монғолия, Өзбекстан, Ресей, Түркия елдерінің белгілі түркітанушы ғалымдар, тарихшылары, антрополог, этнолог, археолог және тіл мамандары қатысты. Еуразия кеңістігінен әлемдік тарих сахнасына шыққан сақтар, ғондар мен көк түріктерден бастап, ұлы дала, қазақ хандығына дейінгі терең тарих туралы баяндамалар оқылды. Еуразия кеңістігіндегі мемлекеттілік дәстүрдің сабақтастық аталатын дөңгелек үстелдің діттегені мыңдаған жылдарға тамыр тартатын отандық тарихтағы мемлекет құру мәдениеті мен дәстүрін ғылыми тұрғыдан сараптау. Қазақтың даласы қандай кең болса, біздің сондай ғұрпымыз да өте бай. Әрбір тұрмыстың әрбір шағына, әрбір кезеңіне, әрбір белестерінде өзінің сақталатын белгілі бір дәрежедегі ғұрыптары болады. Сондай-ақ тұсау кесу ғұрыптары далалық мәдениетке жататын. Сондай-ақ қыз ұзату, құда түсу, сырға салу дейміз. Міне қазіргі заманменен біте қайнасып, ұштасып, ол әлі де өзінің күшін жоғалтпай келе жатыр. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ұлытауда берген сұхбатында қазақ мемлекеттілігі ғұн империясының, көк түріктер қағанатының, алтын орданың дәстүрлерінен бастау алып, жалғастық тапқанын тайға таңба басқандай айқындап берген болатын. Сол дәстүрлер Еуразияның ұлан-ғайыр кеңістігін мекендеген түркі және басқа да этностардың тарихы мен дәстүрлерінен өнеге болып қалыптасқан. Біздің бүгінгі қонағымыз, тарих айнасы студиясының қонағы, тарих ғылымдарының докторы, профессор Муминов Әшірбек Құрбанұлы. Әшеке, қош келіпсіз біздің тарих айнасы хабарына. Біздің енді бүгінгі тақырыбымызды өзіңіз біліп отырсыз. Бұл мемлекеттік дәстүрлер, мемлекеттік дәстүрлердің сабақтастығы, сонау Түркиядан, сонау Венгриядан, мұн жақта Моңғол менен Қырғыз сияқты көршілерімізден өкілдер бар екен. Осы тақырыпта біз әңгімелессек, осы тақырыпта қарай өрбітсек, Әшеке. Түркі мемлекеттігі сол ғұндар кезінде басталып дамыды. Ал оның кейінгі сабақтастық сонда болды. Кейінгі мемлекет, көк түрік мемлекеті сол ғұндар мемлекеттік дәстүрлерін жалғастырып
Одан кейін көк түрк ыдыраған кезде жаңа Қараханиттер мемлекеті қалыптасқан. Ал одан кейінгі кезеңде Алтын Орда, Қазақ хандығы, көп мемлекеттердің бір-бірімен ұзақ замандар, мың жылдар ішінде бір-бірін жалғастырып келіп, біздің күнімізге жеткендігі туралы қорытындылар. Мына осы жақында ғана біздің елбасы Ұлытаудың төрінде атты әдемі бір сұхбат берді. Сол сұхбатында да қазақ тарихын сонау ғұндардан бастау керек. Қазақтың ел болғаны, жұрт болған сол ғұндардан басталады. Ғұндар, одан Көктүрік, одан Алтын Орда, одан Қазақ хандығына жалғасып келеді деп бір әдемі өзінің пікірлерін айтты. Әр елдің азаматтар өкілдері келгеннен кейін мына пікір талас болып отырады. Бұл жағынан пікірлер бір жақты шығып жатты ма, жоқ, қалай болды бұлай? Бұл жерде әртүрлі мемлекет болғаннан кейін әркім өзінің ұлттық мемлекетінің өздері сербес істеп жатқаны мәлім болып қалды. Халықаралық түрк академиясының құрылуының мақсаты осындай істеліп жатқан жұмыстарды бәрін басын бір жерге қосу. Соған басшылық жасау, осы бір жоспарлы кешенді түрде зерттеулер алып барып тарихшылардың басын қосып отыру деп есептеді. Сонымен қатар бұл жерде әртүрлі теориялық, методикалық мәселелер көтерілді. Европацентризмдағы кейбір көзқарастар мынау біздің дала цивилизациясының, қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуына кейбір тура келмейтін жерлері, жаңа теорияларды қолдауымыз керек туралы мәселелер болды. Бұнда пікірталас болды. Пікірталас енді әшек ертеден бері жүріп жатқан пікірталас қой. Мына 19 ғасырда қазақ тарихына, қазақ тіліне, әдебиетіне қатты бір зейін салған ғалымдардың бірі Радлов қой. Василий Васильевич Радлов. Ресей түркологиясының көшбасшысы сол Радлов. Сол өзіне дейінгі ғалымдарды қатты сынайды ғой, әсіресе Левшинді қатты сынайды. Левшин қазақ халқы анархияда өмір сүріп жатыр деп жазады. Бұнда билік жоқ деп жазады. Бұнысы түбірімен қате. Бұл қазақ мемлекеттілігі, қазақ өркениеттілігі Европамен салыстыруға келмейтін басқа өркениет, өркениеттің басқа сатысы. Бұны тек қана қазақтың ішінде өмір сүрген адам ғана, қазақты ішінде жүріп зерттеген адам ғана түсінеді деп Радлов жақсы айтқан екен осы пікірлерді. Қазақ мемлекетшілігі мысалы Алтын Ордадан басталып, одан тарихымыз Қарахандықтар, одан ар жағы және көк түріктер, ғұндар тарихына барып қосылатын болса, онда мемлекетшілік заңдылықтары жаңа бір формада өзінің жұмысын, өмірін жалғастырып жата берді. Олар болды әр уақыт. Олар байып, бізге дейін жетіп келді. Енді Левшин заманына келетін болсақ, ол заманда біз колониалдық периодта едік. Міндетті түрде көптеген нәрселер әлсіз болды. Оның нәтижесінде біздің баяғы тарихымыз осылай болды деген нәтиже қорытынды жасағанымыз болмас. Жоқ, ана Радловтың Левшинді сыналмаған қатты ұнайды. Иә, маған да ұнайды, себебі өйткені Левшин бір жағынан, Радлов бір жағынан түрколог, бір жағынан енді этнограф қой. Тілді біледі. Қазақ ортасында көп өмір сүрген. Яғни қазақтың өмір сүру заңдылықтарын, қазақтың мемлекеттік санасын ішінде отырып, ішінде зерттемесеңіз, оны сырттан тонпышу болмайды. Халықаралық дөңгелек үстелде және бір жақсы бір қорытынды жасалынды. Мысалы, түрк мемлекеттілігін, қазақ мемлекетін зерттеуде ішкі деректерге көбірек мән беруіміз. Әрине. Ал бұл мәселеде бізде жиналып жатқан деректеріміз өте көп. Осы уақытқа дейін біз археологияны көп зерттедік. Бірақ археология ол сақау тарих. Ол еш нәрсені сөйлемейді. Сонда кейбір мына жерде маңызды бір докладтар болды. Онда көтерілген мәселе эпиграфикалық ескерткіштерді археологтар оқымайды, шығармайды. Олар қалып кетіп жатыр. Соның ішінде мысалы қазақ хандарының эпитафиялық жазуларын алып қарайтын болсақ, өте олар бізге бай мәліметтер беріп жатыр. Олардың мәліметін бір жерге жинап келетін болсақ, осы кезге шейін жазылған тарих басқа, аналардың беріп жатқан мәліметі басқа болып шығып жатыр. Мынау ішкі деректеріміз біздің өзіміздің мемлекетшілігіміздің түрлі формаларда болғанын, оның бай формаларын, маңызын бізге жеткізіп отыр. Соларды біз қазірге шейін іліп алған жоқпыз. Әшеке, жаңағы өзіңіз енді бұл әңгімені бастап отырсыз, мына ішкі деректерді пайдалану мәселесі. Біздің ішкі деректеріміздің негізгі ұйытқысы бұл қазақтың тарихи аңыздары ғой, солай емес пе? Тарихи шежіресі. Соның ішінде мына Алаша хан туралы аңыздар. Алаша ханды қазақ баласы арғы бабамыз деп біледі. Арғы хандардың атасы деп біледі.
сол машһүр үсіп жинақтаған Алашахан туралы аңыздардың біреуінде негізгі нұсқасында былай дейді: жаңа 300-дің аталары Алашаханды хан көтеріп ұлытаудың басына алып шықты дейді. Сосын енді бұдан былай біз Алашты ұран деп көтереміз. Ұран қыламыз осы сөзді, Алаш деген сөзді. Алаш демегенді әкең де болса ұрып жық деп ант етті дейді, серт берді дейді бір-біріне. Яғни қандай мықты мемлекетшілдік осы сөздің өзінде. Алаш деген ұранға қосылмағанды әкең де болса ұрып жық. Яғни мемлекет мүддесі әкеңнің мүддесінен гөрі жоғары тұрады деген мәселе. Бұл қазақтың негізгі аңызында бар. Мына Шоқан Алашахан туралы аңызды айтады. Бұл қазақтың әрбір кәрі құлақ ақсақалына белгілі аңыз дейді. Көрдіңіз ғой? Осы тарихи аңыздарды мен ойымша дерек көзі есебінде пайдалану керек сияқты. Оларды міндетті түрде пайдалануымыз керек. Өте құнды деректер. Фольклорды біз тек қана 19-20 ғасырда оны жазып алған болсақ, оның тарихи формалары 16-15, 14 ғасырлардағы деректерде де бар. Әрине. Сол аңыздардың эволюциясын өзі бізге көптеген мемлекет соны өзі зерттеген қызық. Мәлімет береді. Мысалы, Алашахан туралы аңыздар Рашид ад-Динде де жүр мәселе. Барлығы бар. Егер айтатын болсақ, түрлі кезеңдерде осы қазақ жерінде жазылған деректердің барлығы бізде мықты мемлекетшілік дәстүрлерін болған дәлдеп береді. Көрсетеді. Барлығы сол бір жерге келіп тұр. Тек қана біз оны шектелі бір территориядан көруіміз керек емес. Мына халықаралық дөңгелек үстелдің және бір қорытындысы болды. Көптеген кезеңдерде біздің тарихымыз түркі халықтардікі ортақ. Соның үшін тек қана бір қазіргі мемлекеттің шеңберімен шектеліп қалмауымыз керек. Деректер көп, істеп жатқан адамдар көп. Соның үшін олардың негізгі қорытындысы болды. Түркілік әлемі үлкен бір дүние. Ондағы мемлекеттілік бір-біріне ықпал етіп, жаңа дәстүрлі, жаңа мемлекеттердің шығуына өзінің ықпалын өткізіп отырған. Бұл процесті біз дүниежүзілік масштабта көріп, егер оның барлығын біз түзіп шығатын болсақ, біздің мемлекетшілігіміздің тарихы кейбір зерттеушілер айтты 2000 жыл, кейбір зерттеушілер айтып жатыр 4000 жылға дейін барып дәлдеп көрсетуіміз мүмкін. Мен ойымша ғұн дәуірінен де әрі қарай баратын сияқтымыз ғой. Мысалы қараңыздар Шеке, біздің жерімізде қола дәуірі аталатын дәуірде біздің эрамызға дейінгі 2-ші мыңжылдықта керемет кен өндірісі болды. Көне металлургия дамыды. Енді Қаныш Сәтпаев сияқты ағаларымыз осы жерде Жезқазған сияқты өлкеде, Көкшетау, Шығыс Қазақстан өлкелерінде бірнеше миллион тонна руда жер бетіне көтерілді дейді. Үлкен протоқалалар пайда болды. Енді ол жерде қалалар пайда болғаннан кейін, сауда жүргеннен кейін, жаңағы мыңдаған тонна металды сыртқа шығарғаннан кейін билікте болу керек қой, солай емес, соның бәрін реттеп отыратын. Осы мәселелерді ескергеніміз жөн, түбінде біз ғұннан да әрі қарай баратын шығармыз мемлекеттілікті іздегенде. Сөзіңіз тура. Менің ойым бойынша біздің тарихымыздың өте көне екеніне ешбір бұл жерде күдік жоқ. Мынау бүгінгі жиынның қатысушылары да осы пікірге келді. Соның үшін бұл бағытта біз біріншіден айтуымыз керек, қазірге дейін істелініп жатқан жұмыстар мемлекеттіліктің өте көне екенін көрсетіп отыр. Ол анық, оны дәлелдеудің қажеті жоқ. Бірақ оны қазіргі уақытта осы түркі мемлекеттері, түркі әлемінің ішінде оқырмандарға жеткізу, жастарды осы рухта тәрбиелеу бойынша жеткілікті жұмыс істелінбей жатыр. Соның үшін бұл жерде халқымыз, барлық осы қауым бәрі бірігіп, бір жағадан бас шығарып, осы жұмысқа атсалысу керек. Әрине. Құпия шежіреде, Моңғолдың құпия шежіресі атты бір әдемі дерек бар ғой, сонда айтылады, Найман ордасын шабады ғой, Шыңғыс хан әскері. Сонда бір адам ордадан қашып, бір өзек-өзекпен бойлап кетіп барады дейді. Сонда Жош Қасар деген Шыңғыс ханның інісі бір адамды жіберіп жаңағы ұстатқызады. Сөйтсе Тататунға деген адам екен. Шапанының қойны қомпайып тұр екен, мына жері алтын бар ма деп па, бірден Жош Қасар мынау не деп ашса, ішінде бір шүберекке оралған бірдеме бар екен. Түсінбейді не нәрсе екенін. Бұл не нәрсе десе, бұл мөр дейді. Бұл мемлекеттің мөрі дейді жаңа жерде. Сонда түсінбей Шыңғыс ханға алып келеді жаңа Тататунғаны. Сөйтсе Тататунға бүкіл кеңсе жұмысын жүргізіп отырады екен, Найман хандығында. Сосын мөрдің иесі екен, ханның мөрінің иесі. Сонда Шыңғыс хан Найман ордасын жаулап алғанға дейін мөр дегенді де білмейді, мемлекеттік хатшы дегенді де білмейді. Сонда дәстүрді
өзіне дейінгі мемлекеттерден алып отыр ғой. Иә. Бұл жағынан алып қарайтын болсақ, Моңғол мемлекеттілігі ол болған түркі мемлекеттігінің жалғасы. Жалғасы ғой. Жалғасы. Ал және бір мына Евразия ұлттық университетінің профессор Қайыркен бір жақсы сөз айтты. Мысалы, қазіргі уақытта ойраттардың историографиясы, олардың заң білімі бізге де пайдалануға қол келеді. Себебі, егер ойраттардың бағана пайдаланған істеп шыққан заң тізімі түріктерден алынған. Әдет ғұрып заңдары. Біздің мынау мысалы өз кезінде Қасым ханның қасқа жолы деп қазақ хандарының жазған заң тізімі хатқа түспей қалған. Олардың өзі бар, бірақ хатқа түскен емес. Оның ұқсастық жағынан бағанағы ойраттардың 1640 жыл қабыл етілген заң, сақталып қалған заң негізінде оны көптеген элементтерін сол жақтан алуымыз мүмкін. Сол жағынан қазақ мемлекетінің тарихына моңғол деректерінде пайдалансақ, пайдадан алыс емес. Әрине. Үлкен этнографиялық жұмыстар атқарылу керек. Ескі жазулармен жұмыс істеу керек өзіміздің жердегі. Сөзіңіз тура. Бар жиналған аңыздарға кәдімгі ғылыми тұрғыдан этнологиялық интерпретация жасалу керек. Солай емес пе? Тәпсірлеу керек. Сөйтіп барып өзіміздегі үлкен дерек қайнар көздерді ашуымыз керек қой. Анаған жармаса бермей, мынаған жармаса бермей. Қытай не дейді, Иран не дейді. Солай емес пе? Шеткі деректер оларды керек. Ол сыртқы сипаттама. Шектелген. Сыртқы сипаттама. Олардың мүмкіндіктері шектелген. Бірақ Қазақстанның ішінде сақталып жатқан ішкі деректер осы уақытқа дейін зерттелмеген. Сіздің сөзіңізге мен толығымен қосылам. Фольклор өте дамыған қазақ ұлтында. Бізде ауызша деректерде өте көп. Бірақ сонымен қатар біздің жазба деректеріміз бар. Әрине. Бір ғана мысалы эпиграфикалық деректерді мен айтатын болсам. Біз жақында Батыс Қазақстан облысында болдық экспедициямен. Бір ғана районның өзінде, бұндай район Батыс Қазақстанда 14. Бір ғана районның өзінде қазірге шейін зерттелмей жатқан 1200, кейбір жерлерде 2000-ға жететін жуық болған эпиграфикалық ескерткіштер бар. Тасқа жазылған. Тасқа жазылған араб жазуымен. Осы уақытқа дейін олар жарияланбай келіп жатыр. Ал мысалы Францияда отырған кісілер айтып жатыр, араб жазуындағы ескерткіштердің барлығын біз шығарып 18 томға кіргізіп болдық деп жатыр. Сізде Қазақстаннан жазу бар ма десек, бірде-бір жазу жоқ. Мен айттым, егер бір Қазақстанның облысына баратын болсаңыз, сіз бағанағы 18 томыңыздан қосымша 3-4 том және материал жинап келесіз дедім. Әрине. Бізде ондай облыстар толып жатыр. Бұл жағынан мен айттым, қорытынды жасап, сіздер мұсылман мәдениетін, цивилизациясын зерттейтін адамсыздар. Осы уақытқа шейін істеген жұмыстарыңыз толық емес. Қазақстан тарихысыз, ислам тарихы толық болмаған болады. Енді біздің зерттеушілерімізге де осы жағына көбірек кірісу керек қой, эпиграфиялық ескерткіштерге, этнографиялық құндылықтарға кірісетін уақытымыз келді. Осы қашанғы біз ана алтын іздей береміз жаңа жерде, алтын адамдарды іздей береміз. Көптеген қолжазбалар облыстық кітапханаларда, архивтерде шіріп жатыр. Өзінің зерттеушілерін күтіп жатыр. Алтыннан қымбат қой. Кешегі ана әңгіме білетін қариялардың бәрі кетіп жатыр. Эпиграфиялық ескерткіштеріңіз тозып жатыр жаңағы кітаптар. Осымен айналысуымыз керек қой. Алтынның бағасы төмен, аналар алтыннан да жоғары. Солай болып тұр ғой. Ескерткіштер. Енді әшеке тағы да бір мәселе, жаңағы моңғол тарихшыларының біздің мына үлкен конференцияға, дөңгелек столға қатысуымен өзі анықталады. Енді бір қуанып та отырмын. Жаңағы моңғол халықтар мен түрік халықтарының арасындағы туыстық, байланысты тереңірек зерттеуіміз керек сияқты. Және бұл жағынан да жан-жақтылық, кешенділік керек деп ойлаймын. Енді бір жағынан бұл екі тіл бір-бірімен қатар болған сияқты, қатар дамыған сияқты көрінгенменен, туыстық терминдер деген бар ғой өзі. Өзі біздің этнография ғылымы туыстық терминдерді, туыстық жүйені зерттеуден басталған ғой. Жалпы бұл енді әлемдік, гуманитарлық ғылымдар, қоғамдық ғылымдардың дамуына қатты әсер еткен туыстық жүйелерді зерттеу. Туыстық жүйе бір ғой, көрдіңіз бе? Туыстық жүйе, сосын туыстық терминдер бір. Моңғол тілінде нағашы, қазақ тілінде де нағашы, жиен дейді. Солай, осы сияқты туыстық терминдер арқылы да біз осы екі халықты жақындастыруға бір ортақ бір жол негіз тауып алар едік деп ойлап отыр. Меніңше сондай жұмыстар қазір басталынған. Мына халықаралық түркі академиясының басшылығы қазір көп жұмыстар жоспарлап жатыр екен, ол кісілерді бекер шақырған жоқ.
экспедициялар жасау Монголияға, ондағы болған мәліметтерді осын барлығын Қазақстанда жариялау деген үлкен бір программалар, жоспарлар жасалып жатыр. Жалпы қазіргі уақытта бір болған түркі мәдени кеңістігін жасау туралы көп жұмыс болып жатыр. Мен ойлаймын, тек қана болған түркі мемлекеттер, олардың саны көп, біздің достарымыз көп. Оларды тек қана өздері кіріп қалмай, Монголияны да, Қытайдың бәрін бөлігінде оған қоссақ болады. Жоңғар мұрасы. Біздің тарихымыз өткен, біздің ескерткіштеріміз сақталған жерлер есептелінеді. Соның үшін мынау мәдениет жағынан цивилизацияны бірлесіп зерттеу жағынан жақсы жұмыстар басталып жатыр. Оларды қолдауымыз қажет. Мына Орта Азиядан ғалымдар қатысты ма бұл дөңгелек үстелге? Мемлекет туралы олардың пікірлері қалай екен? Бұл жерге қатысқалы келген Орта Азияның мемлекеттерінен 2 мемлекеттен өкілдер келді. Бұл Өзбекстан және Қырғызстаннан. Жалпы ол кісілер мысалы отырықшыл территория деген, немесе таулы территория деген терминдерден алыс, бұл жерлерде түркілердің отаны болды. Ол жерде де көптеген орталықтар болды, ескерткіштер сақталған. Соның үшін жалпы мынау бәріміз үшін жеке болған түркі кеңістік идеясын олар қолдап жатыр. Соның үшін мынау батыс түркі қағанатындағы тиындар туралы бір үлкен бір баяндама жасалды. Олардың көпшілігі қазіргі күнде Өзбекстаннан табылып жатқан екен. Олар біздің мынау түркі тарихын зерттеуге үлес қосатын. Үлкен сауда-саттықтың болғанын көрсетеді. Иә, Ұлы Жібек жолы осы территориялардан өтті. Оның көптеген бөлігі түркі халықтарының территориясынан өтті. Басқа жер орта теңізі цивилизациясы, семиттік цивилизация, мұсылман цивилизация, мына жағынан Қытай цивилизация, үнді цивилизациясымен байланысты көптеген функцияларды атқарған. Әшек, ана жібек жолы дегенге мен келісе қоймайын. Жібек жолын деп, ана батыс пен шығыс арасындағы жолды атасақ жарасады енді. Ана дала жолдары бар ғой, біз енді бертінгі заманда Сарысу жолы деп атап келдік. Бұның бір қариялардың аузынан естідім, ұлы жол дегенді естідім. Солтүстікпенен, Сібірменен, Түркістан арасындағы жолды. Содан кейін тағы да бір деректерден кездестіріп қаламын, хан жолы деген ұғымдарды. Бұл енді меридианалды жол ғой енді, географиялық жағынан айтсақ. Осы жолды жеке бір көтеру керек сияқты, солтүстік пен оңтүстік арасындағы. Жібек жолы деген сөз енді брендтік сөз ғой. Мода үшін айтылған сөз. Баяғы кезде Европада барлық жер құрттап биттеп жатқан кезде Қытайдан келген жібек барып, олар өте өзіне атақты деп тек қана бір товарды көрген, ол жолдан тек қана жібек тасыған емес. Және тек қана бұл Қытайдан Европаға баратын жол емес, негізгі оның орталықтары осы орталық Азияда, Қазақстан территориясында болған. Оның территорияларын маршруттарын шектеген болмайды. Жалпы мынау Алтын Орда мемлекеті құрылуының өзі осы жібек жолымен тікелей байланысты. Немесе жаңа мемлекеттілік туралы енді дөңгелек үстеліміз солай ғой. Жаңағы ұлы жол мен хан жолының қайсын таңдайсыз десе, мен хан жолын таңдар едім да. Хан деген сөздің өзі мемлекеттіліктің символы ғой. Мемлекет болды деген, тәртіп болды, бағанағы сауда жолы дамыды, бұл жерде қауіпсіздік болды деген мағынаны. Соның үшін сіздің сөзіңіз қабылдайсыз ғой. Қабылдаймыз, толығымен қабылдаймыз, себебі онда үлкен идея бар. Мемлекеттілік бұл тұрақтылық. Бұл халықтың өмірінің жақсылануы, бұл бағанағы жаңа перспективалар, бұл жаңағы мәдениеттің дамуы деген. Соның үшін мемлекеттілік идеясы өте мықты идея, оны зерттеу, бағанағы біздің цивилизация, мәдениетіміз тарихын жан-жақтан бай түсінуге жол ашып береді. Енді Әшеке, дөңгелек үстелдің, халықаралық дөңгелек үстелдің көтерген тақырыбы өте ауқымды екен. Түрк халықтарының мемлекеттілігі, қазақ халқының мемлекеттілігі, жалпы Еуразия кеңістігіндегі мемлекеттілік біздің ең бір өзекті тақырыптардың бірі болу керек қой осы күні. Өйткені біздің көршілеріміздің тарапынан әртүрлі пікірлер айтылады кейде. Біреу оң пиғылмен айтады, біреу бір теріс пиғылмен айтады. Өйткені әлемдік тіршілік бұл қашанда халықтар арасындағы күрес қой, этностар арасындағы күрес. Бұдан мықтылар ғана жеңіп шығады.
біздің ата бабаларымыз жеңіп шығып бізді осы күнге дейін алып келді, солай емес пе? Иә, мемлекеттілікті жаңағыдай әкең де болса ұрып жық деп сақтады. Біз одан әрі қарай жалғастыруымыз керек осы күресті. Осы тақырыпқа қатысқаныңызға, бізге бір үлкен мәліметтер бергендеріңіз үшін Әшеке өзіңізге үлкен рахмет айтамыз. Сізге де рахмет. Қымбатты көрермендер, тарихтың аңызы қайда, ақиқаты қайда деп ой түбіне үңілген азаматтар бізде баршылық. Қымбатты көрермен, осымен тарих айнасының бүгінгі хабары аяқталды. Біздің бағдарламаның шығарылымдарын www.bmtv.kz сайтынан көре аласыздар. Аманшылықта, баршылықта, зейінді азаматтардың жиындарында кездесе берейік.